Уақытын жартысы сағаттарды айтып үйренеміз. Иқра ва таарраф нау'ул мәд. Яғни оқы және мәттің түрлерімен танысамыз. Бүгін келесі сөздерді оқимыз. Удуун, яғни удуун, доттың үстінде дамма, одан кейін уау. Ол біздерде мәт болып есептелінеді, созылып оқылады. Удуун. Сосын келесі сөз саатун. Син үстінде фатха харакаты және одан кейін әлиф, ол мәт табиғи кәлима. Саатун. Сөздерді оқығанда дұрыс жаңағы мәттерін қолданып оқыламыз. Яғни удуун, саатун деп оқымаймыз. Удуун, саатун, асри'i. Яғни айнда кәсір және одан кейін я сукун, мәт табиғи, асри'i. Келесі сөз саидун, ас-садисату, фаридатун, جامعة العلوم والد تلميذ سورة خفيف تعبدون ستار مهندسون. Түсінікті, демек, егерде алдыңғы харакат фатқа содан кейінгі әлиф сукунмен келетін болсаң, онда ол мәт табиғи созылып оқылады. Саатун, ас-садисату, валидун деп. Және алдыңғы харакат, яғни уаудың алдындағы харакат дамма, және содан кейінгі әріп уау сукунмен келетін болса, ол да мәт табиғи болып оқылады. Яғни созылып. Удуун, ал-улуму, суратун, та'будуна, мухандисуна деп. Дәл солай, егерде алдыңғы әріпте кәсіра харакат келсе, кәсіра, және одан кейін я сукун, ол кезде де дәл солай мәтпен оқылады. Мысалы, саидун, асри'i, фаридатун, тилмидун, хафифун. Дәл солай мәттің түрлері бұл. Келесі, алиф, вау, я әріптері берілген. Соған біздер мәт табиғи, яғни мәтпен оқылатын сөздер жазамыз. Мысалы, мұны әлифпен келгенде саатун, астына соны жазамыз. Қандай сөздер білеміз біздер? Ас-садисату, валидун және басқа да сөздерді білеміз. Соларды бәрін оқып жаттығуды орындаймыз. Дәл солай вау және я. Келесі жаттығу ат-тадрибу ас-сани ашар, 12-ші жаттығу мәттің түрлері. Мысалы біздерде сөздер аятун, жаңағы мынандай әлифтің үстінде ирелек белгі бар. Ол деген жаңағыдай созылудың белгісі. Яғни мәттің белгісі оқылған кезде. Қараңыз, әзәнун екеуі, Құранун, әл-әну. Дәл осылай жаттап аламыз. Негізі енді оның қалай құралғандығын білетін болсақ, негізінде ол былай міне жанында содан кейін фатха ғой, хамзаның үстінде фатха, содан кейін әлиф сукунмен келіп тұр. Аятун, аятун негізінде. Бірақ сондай араб тілінде қағидасы бойынша, егерде хамза әлифтің үстінде хамза фатхамен содан кейін тағы әлиф келсе, оны біздер бір таяқша қыламыз да ирелек жаңағыдай белгіні қоямыз. Сол кезде бірден аятун, дәл солай әзәнун, дәл солай Құранун және әл-әну деп оқылады. Яғни бұл сөздердің асылы солай. Жаңағы хамзамен алды, содан кейінгі фатхамен жаңағы. Содан кейінгісі мәт әлиф сукунмен келіп тұр, ол өзі бірден мәт болады. Аятун, әзәнун, Құранун, әл-әну. Түсінікті, бұл мәт табиғи. Келесі жаттығу ат-тадрибу ас-салис ашр, 13-ші жаттығу. Біздер сағатты айтып үйренеміз. Иқра ас-саата. Сағатты оқы дейді. Араб тілінде біздер сағат қанша деп сұрайтын болсақ, бұны біздер кәм ас-саату, кәм ас-саату, кәм сукунмен, бірақ келесі алиф-ламға кіргенде кәсіра болып кетті. Екі сукун бір жерде кездеспейді ғой, алиф-лам сукун. Кәм ас-саату, яғни сағат қанша? Кәм ас-саату әл-әна, я бәкру. Сағат қазір қанша болды, ей бәкір? Ол жауап береді. Ас-саату әл-әна, қазір сағат, ас-садисату, 6. Қазір сағат 6. Кәм ас-саату әл-әна, я Ахмаду. Сағат қанша, ей Ахмад? Яғни сағат қазір қанша? Неше болды? Я Ахмаду, ол айтады. Ас-саату әл-әна, ас-санияту. Сағат қазір 2 болды. Яғни егерде сұрақ қойған кезде кәм ас-саату, бірінші біз жаңа сөзді қолданамыз. Ас-саату әл-әна, қазір сағат деп сол сөйлемнің басын
Кейін қанша болғанын айтамыз. Мысалы, әс-сәдисату 6, әс-сәнияту 2. Біз алдында реттік сандарды оқыдық қой. Дәл солай. Реттік санды қойып шығамыз алиф ламмен. Оған тәл марбуты қосылады. Әс-сағату, әс-сәнияту, әс-сағату, әс-сәдисату әйел тегінде болған себепті. Менің басқа плейлистте бар, сағаттар, сандар айтып үйренетін 3 сабақта осы сағат айту, ай, күн, жыл, жалпы санға байланысты сабақтардың барлығы бар. Сол плейлисттен толық оқысаңыздар болады. Және осы сабақта да оқимыз. Келесі, кәміс сағатул ана я Фатимату. Сағат қазір қанша, ей Фатима? Қазір айтады. Әс-сағатул ана әл-хадията ашрата. Сағат қазір 11 болды. Кәміс сағатул ана я Иқбалу. Қазір қанша болды? Сағат Иқбалу, келуші, немесе аты, немесе бір лақабымен айтылған болу керек. Әс-сағатул ана әл-хамисату илля рубан. Сағат қазір 5. Илля деген, яғни жетпей тұр. Тек қана деген мағына. Тек қана, яғни сағат толық болған жоқ. Руба деген 4-тен 1 бөлік. Яғни біздерде бұрынғы сандарда болатын болса, үйретінде руба 4-тен 1 бөлік. 4-тен 1 бөлік қанша? Енді 60 минут, 60 минут 4-ке бөлгенде ол 15 минут. Демек сағат 5 болды, бірақ 15 минут жетпей тұр. Демек не қанша? Сағат 5-ке 15 қалды. Яғни 5 болуға 15 минут жетпей тұр деген сөз. As-sa'atul ana al-khamisatu. Сағат қазір 5, илля тек қана жоқ, яғни жетпей тұр деген мағына рубан 15, яғни сағат біздерде 5-ке 15 қалды. Түсінікті, руба. Кәм as-sa'atul ana ya Зайнабу. Сағат қазір қанша, ей Зайнаб? As-sa'atul ana ath-thaniyata ashrata. Сағат қазір 12. Сағат қазір 12. Кәм as-sa'atul ana ya Саиду. Сағат қазір қанша? As-sa'atul ana al-wahidatu wan-nisfu. Сағат қазір 1 болды, al-wahidu. Және wan-nisfu. Wan-nisf дегеніміз жарым деген сөз. Яғни сағат қазір 1,5. Яғни біздер сөздерді білеміз. As-sa'atu және санның өзін білеміз. Кейін біздер қандай сөздер жаттауымыз керек? Руба 4-тен 1 бөлігі, ан-нисф жартысы деген. Сонда as-sa'atul ана al-wahidatu wan-nisf. Сағат қазір 1,5 болды. Кәм as-sa'atul ana ya Саид? Саид қазір сағат қанша болды? As-sa'atul ana as-sabi'atu war-ruba. Сағат қазір 7 және руба деп тұр. Илля деп тұрған жоқ қой, бұл жерде жетпей тұр деп, тек қана деп. Жоқ. Және руба, яғни сағат, ол руба бізде 15 минут. Демек сағат 7-де және 15 минут. Яғни сағат 7-тен 15 кетті деген мағына. Егерде илля қолданбаса, илля деп қолданса, кейінгіз ол жаңағыдай жетпей тұр деген сөз мағынасы. Тек қана деп. Ал уамен келетін болса, және дейтін болса, демек ол 7 және 15 минут. Яғни сағат 7-тен 15 кетті деген. Кәм as-sa'atul ana ya Хадижату. Сағат қазір қанша болды? As-sa'atul ana as-sadisatu was-thuluth. Сағат қазір 6 және as-thuluth 3-тен 1 бөлік. 3-тен 1 бөлік қанша ол? 63-ке бөлгенде 20 минут, дұрыс па? Яғни сағат қазір 6-тан 20 кетті. Сағат 6 және 20 минут деген сөз. Яғни сағат 6-тан 20 кетті. Түсінікті да? Қазір біздер кәм as-sa'atu, сағат қанша деп сұраймыз. Және айтқан кезде as-sa'atu al-wahidatu 1, as-sa'atu ath-thaniyatu 2, ath-thalithatu ar-rabi'atu al-khamisatu as-sadisatu as-sabi'atu ath-thamaniyatu at-tasi'atu al-asharatu al-hadiyata asharata ath-thaniyata asharata деп айтамыз. Сағат 1-ден жаңағы 12-ден айтып шығамыз. Енді ол минуттарын айтатын болса, оны минутын айтуға болады. Яғни as-sa'atu al-wahidatu 1 Ва 5 дақиқ, яғни 5 минут кетті, 10 дақиқ, 10 кетті, ва деп қосамыз. Яғни кетті деп болатын болса толық. А егер де жетпей тұрған болса, жаңағыдай 5 сағат 1-ге 5 қалды, 1-ге 10 қалды десек, илля 5 дақиқ, илля 10 дақиқ деп айтамыз. Ал енді оны 10 минут, 15 минут, 20 минут деп оны айтпау үшін, ол кезде біздер жаңағыдай ан-нисф жарты деген сөз, 30 минут. As-thuluth 3-тен 1 бөлік, ол 20 минут. Және бізде ar-ruba 15 минут. Осы үшеуін жаттап алсақ, жаңағыдай 15 минут, 20 минут және жартысы. Ол кезде біздер илля деген сөзді қосамыз. As-sa'atul ana al-wahidatu wan-nisf. Яғни сағат 1,5 болды. As-sa'atul ana al-wahidatu war-ruba.
яғни 15 кетті. Ас-саатул ана ал-вахидату ва ас-сулус, 20 минут кетті деп сөйтіп айтсақ болады. Немесе жаңағыдай оған 10 минуттар жетпей тұрған болса, илля арқылы айтуға болады. Ас-саатул ана ал-вахидату илля руба илля ас-сулус деп айтса болады. Немесе минутты жаңағыдай қанша қалған минутын айтып, жаңағыдай санның өзін. Сосын дақиқатун дақайық минуттар, яғни 5 дақайық, 10 дақайық деп айтса болады. Принципі түсінікті, ол әлде де келеді қазір. Менің толық басқа плейлисттегі сабақтарымды қарап шықсаңыздар болады негізі. Ол жерде өте керемет айтылған 3 сабақта барлық сандарға байланысты нәрселерді өтесіздер. Келесі ат-тадрибур раби ашыр 14-ші жаттығу акмил хивар, келесі хиварды жаңағы диалогты толықтыр дейді. Саидун, Саид айтады: "Кам ас-саатул ана я Мухаммад?" Ей Мухаммад, сағат қанша қазір? Мухаммад жауап береді: "Ас-саатул ана", сағат қазір. Айтасыңдар мысалы, ас-саатул ана ал-вахидату, бір болды. Саидун, хәл сами'та азан az-zuhr? Саид айтады: "Сен сами'та, анта сами'та азан az-zuhr, зухрдың азанын естідің бе, Мухаммад?" Мухаммад айтты: "Наам, естідім, сами'ту азан az-zuhr" деп жауап берсе болады. Хәл таваддата, сен дәрет алдың ба? Наам, немесе ла, өз жауап бересіздер. Маза алимта фил уду, сен уду алған кезде нені үйрендің дейді. Ау ма амилта, яғни не істедің? Не істедің? Амила ол істеу, алима ол білу, үйрену. Түсінікті. Мухаммад жауап береді. Саиду, келесі иқра аятыл уду, сен уду аятын оқы, яғни Құрандағы дәрет алу аяты бар ғой, соны оқы дейді. Мухаммад соны білетін болса оқып айтып береді. Саидун, альхамдулилля, Аллаға мақтамадық болсын. Түсінікті. Осы диалогпен екі адам өздерін бір-біріне айтып отырасын, немесе бір адам өзі айтады да өзі жауап береді. Соны практикада көп оқып практиковать ету керек. Келесі жаттығу ат-тадрибул хамис ашар, 15-ші жаттығу сағаттар. Камис саату, сағат қанша болды? Мисалым, мысал, ас-саату ас-санияту, ас-салисату, сағат 3 болды. Сағат 3 болды. Ровно дәл 3 болса, онда сағат салисату деп айтады. Немесе тамаман деп қосса да болады, қоспаса да болады, мейлі. Келесі біздерге сағат берілген, бірақ соның сағатқа қарап біз сағат қанша болған айтамыз. Мысалы, сағаттың стрелкасы 12-де тұр, мынаусында 20 минутта тұр. Қанша болды? Демек, 12-ге 20 минут қалып тұрса, сағат былай қарасақ. Демек, біз айтамыз: ас-саатул ана, қазір сағат, ас-санията ашарата, сағат 12, толық болған жоқ қой. Илля қанша? Рубан. Илля рубан. Немесе алиф ламмен илля рубу деп айтса да болады. Илля рубан, яғни 20 минут. Руба дегеніміз 15 минут жоқ. Ас-сулус, яғни 3-тен 1 бөлігі, 20 минут қалды. Немесе 20 дақиқа деп айтса да болады. Келесі суретке қараймыз. Сағат қанша болды? Ровно 1 болды. Тұрыс па? Демек, ас-саатул ана ал-вахидату тамаман. Дұрыс. Келесі суретте қанша сағат болды? Сағат 12-ке 10 минут қалды. Тұрыс па? Ас-саатул ана ас-санията ашарата илля 10 минут қалды ғой. 10 дақайық, 10 минут қалды деген сөз. Ас-саатул ана ас-санията ашарата илля 10 дақайық дейміз. Дәл солай, келесі 5 минут қалды. 12-ке 5 минут қалды. Ас-саатул ана ас-санията ашарата илля 5 дақайық. Илля 5 дақайық. Дақиқатун ол бір ғана минут, жеке көпсе келетін болса дақайық, яғни 1 минут ол дақиқатун, 2 минут дақиқатани, 3-тен жоғары көптікте ол дақайық болады, яғни 3 минут. Саласа дақайық, 4 дақайық, 5 дақайық деп айтуға болады. Келесі, мисалу ас-саату саминату илля рубан, сағат 8-ге қанша қалды? Руб дегеніміз 15 минут, яғни 8-ге 15 қалды. Сағат 8-ге 15 қалды дейді. Түсінікті. Мына сағаттарды айтып шығамыз. Келесі бос тұрған сағаттарды өзіміз айтып шығамыз. Қазір мысалы қараймыз, айтып көрейік. Біріншісін, мына үлкен қойғылау қатты стрелкасы, мына үлкені бұл сағат, мынау минутты көрсетеді. Қазір сағат үлкен қараймыз, 1 болды. Мына жерде қанша? Ол 40 минут. Яғни 40 минут кетті, және 20 минут қалды. 1-ге 20 минут қалды. Қалай айтамыз біздер? Ас-саатул ана ал-вахидату, сағат 1, бірақ 20 минут қалды. Әлі 1 толық болған жоқ. Илля ас-сулус, илля сулус. Немесе илля сулусан деп
наспен айтса болады. Сағат қазір 1-ге 20 минут қалды деп. Дәл солай енді қалай айтамыз? Келесі. Сағат 4. 4-ке қанша минут қалды біздерде қазір? 30, 35, 40. Яғни 20 минут қалды. 4-ке 20 минут қалды. Қалай айтамыз? Ас-саатул ана ар-рабиату 4 илля 20 минутымыз біздер ол ас-сулус. Илля ас-сулус. Немесе илля сулусан. Дәл солай келесі сағаттарды өздерің айтып шығасыздар. Келесі жаттығуды тағы оқиық. Мисалу ас-саату ас-садисату уар-руба. Яғни мына жерде илля, яғни тек қана әлі қалды деген кезде илля руман, илля сулусан деп айтатын болса, келесі жаттығуда наоборот керісінше осындай тағы да қосамыз үстіне. Сағат 6 және 20 минут кетті деп қосамыз. Түсінікті ме? Солай. Немесе 15 минут кетті. Ару біздердің 15. Қазір қараңыздар, сағат 6-тан 15 кетті. Мәже дұрыс па? Демек, ас-саату садисату уар-руба. Сағат қазір 6-тан 15 кетті. Мына жерде қалай? Яғни 15 минут кетті. Немесе ас-саату ас-садисату уа 15 дақиқа деп айтса болады. Немесе қысқартқан түрде уар-руба. Немесе жаңағыдай 15 минут қалды деген мағына. Келесі қанша болды сағат біздерде? 7:30 болды сағат, дұрыс па? 7:30. Ас-саату ас-сабиату уа ан-нисф, яғни жарым деген. Сағат 7 және жарым жаңағы сағат 7:30 деген мағына. Мына жерде келесі сағат 9-дан 20 кетті, дұрыс па? Мына стрелка бойынша сағат 9-дан 20 кетті. Қалай айтамыз? Ас-саату тасиату уа 20 минут неше біздерде? Ас-сулус уас-сулус уас-сулус. Яғни 3-тен бөлігі ол 20 минут. Немесе 20 дақиқа, немесе 20 минут деп айтса болады. Қалған екеуін өздерің айтасыңдар. Мына сабақтардың бәрін көп практикалап етіңдер. Және менің басқа да плейлисттегі видеоларымды оқып қайталап шықсаңыздар болады. Келесі жаттығу ат-тадриб ас-садис ашар 12-ші жаттығу. Жаңағыдай мынандай бір хамзамен одан кейін сукун келетін болса, біз жаңағыдай мәт қылып созамыз. Бірақ егер де екеуі де харакатпен келетін болса, онда ол сукунға жаңағыдай мәтке айналмайды. Біздерде хамза деген бар, просто жай ғана Ол бізде сұрақ белгісін береді. Яғни қазақша келгеніңізде ма, ме, ба, бе деген сұрау харфы, яғни харф истифхам дейді бұны. Мысалы қараңыздар, асами'тал азана. Егер де айтпайтын болсақ, пока тек сами'тал азана, сен азанды естідің деген болады. Егер алдына біздер оны сұрақ қылғымыз келсе, сен естідің ба деп айтқымыз келсе, асами'тал азана, сен азанды естідің ба болып кетеді, сұрақ болып кетеді ол кезде. Мысалы, хаза бакрун, бұл бәкір. Ахаза бакрун десем, бұл бәкір ма дейді, яғни сұраққа айналдырып жібереді. Сұрақ деген ма, ме, ба, бе, сол сұраққа айналдырып жібереді. Ахадихи фатимату, бұл Фатима ма? Анта Мухаммадун, сен Мұхаммадсың ба? Яғни деген біздерде сұрау истифхам, харф истифхам, сұрау әрпі да. Оны біздер алдына қойған кезде ма, ме, ба, бе деген сияқты сұраққа айналдырып жібереді. Келесі сұраудың исм истифхам дейді. Бұны уже сұрау бұл мәта. Мәта деген сөз қашан деген сөз. Қашан. Мәта, қашан деген сұрақ. Мәта сами'тал азан. Мысалы, мен сами'тал азана, сен азанды естідің деген болады. Егер алдына сұрақ белгісі мәта деп қойсаң, қашан естідің, яғни сен азанды қашан естідің деген болады. Мәта татанавалу дауа, сен қашан дәрі қабылдайсың. Мәта татаваддау саидун, саид қашан дәрет алды. Мәта тахфазул Құран ал-Карим, сен қашан Құран кәрімді жаттайсың. Түсінікті ғой, мәта дегеніміз қашан деген сұрақ. Келесі сұрақ кейфа, қалай. Яғни біздер көп айтамыз, кейфа халук, яғни жағдайың қалай деген мағына. Сұрақ. Кейфа таваддаа бәкрун, бәкір қалай дәрет алды. Кейфа тазаху илал мадрасати, қалай мектепке барады. Қалай, Кейфа тазаху илал масджиди, қалай мешітке барады. Кейфа, яғни барады. Кейфа бадаа ал-валиду ал-удуа,
яғни әке дәретті қалай бастады. Егер де біз кайфаны айтпай тек қана бада деп айтатын болсақ, бада әл-уәлиду әл-удуа дейтін болсақ, онда әкесі удуды бастады. Ал кайфа деп қойсатын болсақ, қалай дәрет алуды бастады. Түсінікті. Келесі жаттығу әт-тәдриб ас-саби-ашар, 17-ші жаттығу. Әдхил күллі кәлиматын фи джумлатайн. Яғни әрбір екі сөзді, әрбір сөздерді сөйлемге айналдырыңдар, яғни сөйлем қылыңдар дейді. Мысалы, ишраб я Мухаммаду. Ишраб, шариба сөзін біздер фиғыл әмір, яғни әмір етістігіне айналдырамыз. Ишраб, біз алдында өттік. Шариба, мады өткен шақ. Ешрабу, ішіп жатыр, немесе ішеді. Ертегінде ешрабу, ертегінде ол. Тәшрабу, сен ертегінде тәшрабу, ертегінде тәшрабина, сен. Әлде оны өтетіміз. Ишраб я Мухаммаду, ал енді әмір, яғни бұйрық райға салатын болсақ, онда шариба, ешрабу, ишраб. Ишраб я Мухаммад, іш. Енді әйел тегінде дәл соған я әрпін қосамыз, яғни женский род әйел тегінде болады. Ишраби я Фатимату, ишраби я Фатимату. Келесі сөздерді самиа, ясмау, исма я Мухаммаду. Исма, тыңда, Мухаммад. Әйел тегінде қалай болады? Исмаи. Сосын захаба, идхаб я Мухаммаду, идхаби я Фатимату. Дахика ядхаку, идхак. Идхак я Мухаммаду, идхаки я Фатимату. Амиля я'малу i'mal, яғни жұмыс тез, іс тындыр бір. Немесе әйел тегінде i'мали. Саида ясаду ис'ад я Мухаммаду, немесе ис'ади я Фатимату. Дараса ядрусу удрус, удрус я Мухаммаду, немесе удруси я Фатимату. Ал енді біздер қай жерге, мысалы, исма деп айтамыз, кей кезде жаңағыдай удрус деп айтамыз, яғни ушчуд деп айтамыз. Оларды қалай ажырататын дейтін болсақ, онда біздер оның мудариғынан қараймыз. Егер де дараса ядрусу, тадрусу, ядрусу мудариғында даммамен болатын болса, соңынан алдыңғы әріп. Ол кезде біздер бастапқы әріпке дамма қоямыз. Удрус. Неге біз дамма қойдық? Бірінші у деп айттық. Удрус. Өткені мудариға ядрусу. Түсінікті? Соның, яғни яны алып тастаймыз да, соған дамма қоямыз. Удрус. Соңында сукун. Дәл солай, мысалы, дахаба, ядхабу, идхаб, яғни удхаб, идхаб, адхаб деп қалай біз оны ажырата алмаймыз ғой. Бірақ біздер оны алдыңға әріп, соңынан алдыңға әріпке қараймыз. Егер де ол жаңағыдай фатха немесе кәсіра болатын болса, оған біз кәсіра береміз. Яғни оны жеңіл түрі, егер де ол мудариқтың соңынан алдыңғы әріпі дамма болса, онда бірінші хамза алифке дамма қоямыз. Удрус, уктуб, ушджуд секілді. Өткені кәтаба яктубу, дараса ядрусу, саджада есджуду. Бәрі даммамен кеп тұр. Ал қалған жағдайда бәріне кәсіра қоямыз. Идхаб, i'mal, ис'ад. Сондай. Түсінікті, иә? Келесі жаттығу әт-тәдриб ас-самин-ашар. Бұл сабақты негізінде сарфтан өтеді толық. Әт-тәдриб ас-самин-ашар 18-ші жаттығу. 18-ші жаттығу. Келесі міне осы мады, мудари және әмір. Мады өткен шақта жазған. Әл-мудари осы шақ, немесе келер шақ. Яғни ол сөйлегенге байланысты айтыла береді. Ал әмір, яғни бір нәрсе әмір беру, істе деп. Әмір беру бұл фиғыл әмір деп аталады. Қазір қараңыздар, мәсаха, яғни бір нәрсені өшірді. Мәсаха өткен шақта, мәсаха ертегінде. Әйелтегінде алдында өттік біздер. Әйелтегінде болса ол мәсахат, сукун тәмен келеді, мәсахат. Ал енді ертегінде ямсаху өшіріп жатыр, немесе өшіреді. Әйелтегінде ол болса тәмсаху. Енді әмір имсах, имсахи. Дәл солай келесі сөздерді. Қараа, яқрау, иқра, иқраи. Қалай болады? Ясмау дейді. Соның мадыйы өткен шақта самиа, ясмау, исма, исмаи. Кез ядхулу мысалы. Дахала, ядхулу. Бұл жерде удхул болады. Өткенде мудари ядхулу. Удхул, удхули. Дәл солай яғсилу. Мысалы қалай болады? Ғасала, яғсилу. Қалай болады? Иғсил.
иғсили. Түсінікті, иә? Яшрабу, яғни шариба, яшрабу, ишраб, ишраби. Оның мадыйы мудари қай уазында, қайдан білеміз? Дамма, фатха, кәсір дейтін болсақ, оларды біз сол араб тіліне келген сөздер дәл солай жаттаймыз. Түсінікті, иә? Бұны біз алдында өткенде боламыз, бұл қайталау ретінде сіздерге болады. Осы жаттығулардың бәрін сіздер орындауыңыздар керек. Келесі ат-тадрибу ат-таси'ашар 19-шы жаттығу. Иқра ал-ибарат ва массалха бил-харака. Яғни келесі сөздерді оқыңдар да харакатпен оқыңдар дейді. Масаха расаху, яғни басына мәсіх қылды, сипады. Яғни масаха расаху, расаху, яғни мафъул бихи. Қазір біз қағиданы көп өтпейміз, бізге қазір сөйлеп, негізі қағидалар жай кейінгі басқа кітаптарда өтеміз. Масаха расаху, басына мәсіх қылды, басын өзінің басына, оғының басына мәсіх қылды. Истан шақа, яғни аузын шайды. Ғасала едейхи илал мирфақайни, екі қолын шынтаққа дейін жуды. Масаха удунайхи, екі қолын, екі құлағын мәсіх қылды. Тамадмада біздерде жаңағыдай ауызға су алып шайқау. Тамадмада ауызға, ал истан шақа керісінше ол мұрынға су алу. Истан шақа мұрынға су алу. Тамадмада ауыз шаю. Ғасала риджлейхи илал ка'байн. Илал ка'байн, яғни ол екі аяғын тобыққа дейін жуды. Ғасала едейхи, екі қолын жуды. Ғасала уаджахаху, ол өзінің бетін жуды. Яғни мына соңыңызда уаджахаху дегенде соңында ха деген риджлейхи, едейхи, удунайхи деген расаху деген соңындағы ха, ол жаңағы адамның өзіне қайтады, оның деген сөз. Оның мысалы китабуху, оның кітабы, уаджаху, оның жүзі, ядайхи, екі, оның екі қолы деген сөз, удунайхи, оның екі құлағы деген сөз, расаху, оның басы деген сөз. Түсінікті, ол да әлі келеді. Келесі жаттығу ат-тадриб ал-20 20-шы жаттығу. Истами' сумма ажиб, келесіні тыңдаймыз да оқимыз. Жай бұны тыңдап оқи саламыз. Фил матбах, фил худжрати, фил мадхал. Бұны білеміз біздер. Келесі ас-саатул хамисату масаан. Масаан біздерде кешкісін. Яғни кей кезде біздерде сағат 5, таңғы 5 бар, және кешкісі 5 бар. Қазір 5 нешеде кездесеміз десе, мәтән әл-тақи, қашан кездесеміз десе, сен айтасың ас-саатул хамисату. 5-те кездесеміз. Қашан 5? Таңғы 5, кешкі 5. Кешкі 5 болса масаан, немесе асран, немесе масаан деп айтасың. Егер таңғы болатын болса, сабахан деп айтасың, яғни таңертеңгі 5. Ас-саату садисату сабахан. Сағат 6, таңғы сағат 6. Ас-саату садисату масаан. Сағат кешкі 6. Түсінікті. Үшінші, бәкрун ятаваддау қабла саидин. Бәкір дәрет алады. Қабла деген жаңағы бұрын деген сөз. Бұрын. Саидтан бұрын. Дәрет неді? Алады. Саидун ятаваддау қабла бәкрин. Қабла бәкрин. Біз алдында өттік. Қабыл, фи, амама, вараа, иля деген сияқты сөздерден кейінгі сөздер, олар мажрурмен, кәсірмен келеді. Яғни саидун ятаваддау қабла бәкрин. Саид бәкірден бұрын дәрет алады. Фатимату таваддаат қабла бәкрин. Енді ол алды. Таваддаат, яғни тәсукунмен өткен шақта мады. Бірақ әйел тегінде түсінікті. Фатимату дәрет алды. Қашан алды? Қабла бәкрин. Бәкірден бұрын алды. Бұрын ол қабыл деген сөз, бұрын деген сөз. Келесі, төртінші, бәкрун аллама Фатимата ал-удуа. Бәкір аллама үйретті, мағынасы үйретті. Кімді үйретті? Фатимата. Фатиманы неге үйретті? Ал-удуа, дәрет алуды. Бәкрун аллама Фатимата ал-удуа. Бәкір Фатимаға дәрет алуды үйретті. Екеуді фатхамен келді, өткен мафулун бихи. Ал-валиду аллама Фатимата ал-удуа. Әкесі Фатимаға не істеді? Дәрет алуды үйретті. Саидун аллама Фатимата ал-удуа. Саид Фатимаға дәрет алуды үйретті. Бұл контекстегі осы тексттерді бәрін осылай оқып, жаттап аламыз, өзіміздің лексиконымызда, сөзімізде қолданамыз кейін практикада. Илал мирфақайн, яғни
шынтақ. Мирфақ ол бір шынтақ. Мирфаққани екі шынтақ, мирфаққайни екі шынтақ. Тек бұл жерде алиф ва нун, ана жерде жар болған кезде я ва нун. Мирфаққайни, мирфаққани, түсінікті. Илал исбаайни. Исба ол бір саусақ, исбаайни екі саусақ, яғни екі саусаққа дейін. Илал каабайни, каабун ол бір жаңағыдай тобық. Каабайни, каабани екі тобық, яғни илал каабайни екі тобыққа дейін деген сөз. Алтыншы, әл-әбу сәәлі бәкран әнис саати. Әкесі, әке. Бәкірді сұрады, сәәлі сұрады. Кімнен сұрады? Бәкірді сұрады. Не туралы сұрады? Әнис саати, сағат туралы. Ан деген сол ан туралы неден деген мағына келеді. Ол да харф жар, одан кейін келетін сөз. Исм мажрур кәсрамен келеді. Әл-әбу сәәлі бәкран әнис саати. Әкесі Бәкірден сағаттың қанша екенін сұрады. Бәкрун сәәлі әл-валида әнис саа. Бәкір әкесін сұрады, сағат қанша екенін сұрады. Сағат туралы сұрады. Саидун сәәлі бәкран әнис саати. Саид Бәкірден сағаттың қанша екендігін сұрады. Түсінікті, бұл сабақта да біздерде сағат айту және өткен шақ әл-мады, әл-мудара, әл-әмір етістіктерін үйрендік және жаңағыдай дәрет алу мүшелерін оқыдық біздер, сұраққа жауап беру тыңдадық. Келесі имля әл-мандур, яғни біздер келесі жаттығу жазамыз. Уктуб калимат әл-азан, яғни біздер азанның сөздерін жазып шығуымыз керек. Мына жерде мысалы азанға Аллаху акбар деп соңына дейін бәрін соны осы сөздерді жазып шығамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.